Туған күніңізге кім келіп тұрғанын білесіз ба сіз? Жоқ, кім келіп тұр? Как көріп келейін? Білетін шығар десем, қазір көріп келейін дегенде. Көрдім. Білем кім келген. Кім келді? Кім келді? А? Кім келді? Нұрлан Еспанов. Қой, Нұрлан Еспанов емес. Нұрлан Абдуллин. Солдаттар келіп тұр. Солдаттар? Солдаттар келіп тұр. Астанадан келдік дейді. Қандай солдаттар? Білмеймін, үсттеріне бір ою бір киім киіп алған солдаттар. Ой, сарбаздар шығар. Сарбаздар келіп тұр, я аграрка сарбаздарым. Бұл енді қанат менің командам аграрка сарбаздар КВН командасы деген. Бақытжан Бибаев, Дәулет Бекмағамбетов, Баянды Сахария, Руслан Нұрланов. Ой, Руслан. Және де біздің командамызда енді командада Лаура деген қыз болды, Жұлдыз деген қыз болды, оны біз Жука дейтін біздің командада, Болат болды, Фара болды, Құлақ болды, Ернар деп айтсайшы, Ернар болды. Және де біздің қатарымызда мына футболда да основной состав деген болады ғой. Сол біздің қатарымызда өнер көрсеткен бізде Ержан Жұмағазин деген досымыз болған. Ержан. Құралақан келген жоқпыз. Тұрсынбектің туған күні дегеннен кейін, анау Дорожный сумка. осындай сумка алып келіп, жай келген жоқпыз. Бұның да ішінде саған деген сыйлықтарымыз бар. Міне шапалақ қошеметтеріңіз болсын осы жерде. Тойбастардағы сыйлықтар ғыны. Құр қол емес, біз мынаны қоя тұр. 5S. Так. Біздің сыйлығымыз құтты болсын деңіздер. Шапалақ! Қошеметтеріңіз. Бұл енді бір әскерге барып келгендердің шинелі болады ғой. Сияды екен негізі. Сол кезде де осындай болған тұр. Сіздің енді Баяғы өзің киген киімің ғой, Таке сондай. Ойлап қалған шығар, шапан беріп құтылып жатыр, өзі костюмін өзіне тапсырып. Жоқ. Ең құнды сыйлық, ең қымбат сыйлық. Ол адамның, Тұрсынбек өзің білесің, қолынан жасалған сыйлық дейді. Өз қолымыздан жасаған сыйлық. Сондықтан біз енді құр қол келген жоқпыз. Өз қолымыздан саған жасаған сыйлықтарымыз, мынандай самолет жасап әкелдім міне өз қолымнан. Мен қайық жасап алып келдім. Эйр Тұрсынбек деген. Эйр Тұрсынбек. Қанатың талмасын, тек шауа бер, бортыңда біздер жүре берейік. Осы самолет саған. Өз қолымыздан жасалған. Бақаның қолынан, 10 саусағынан бал тамған екен. Бақаның үлкендеу екен. Мен сіздерге айтайын, бұрын команда ойнап жүрген кезде де кілең осындай сыйлықтар беретін, әлі өзгермеген екен командаға. Біздің сыйлықты көрші. Бәрінен де қымбат менікі. Бұл не? Бас киім. Сол Бақытжанның ең өмірінде маған қымбат сыйлық беріп жатырғандағысы, баяғыда Астана ақшамы деген газеттен істеп беретін, ол 15 теңге тұратын, ол қайта 50 теңге тұратын шығар енді. Мен сыйлықсы келдім. Не күйттің? Сен берсейші, сен кәдемірек. Жаңа сахнаның артында тұрғанда мына сен берем деген жоқсың, берсейші. Өзім алып қаламды берім, жарайды, туған күнің ғой. Жақсы, рахмет жігіттер. Шапалақ достар. Қолдан жасаған сыйлық дейді. Ал енді менен саған сыйлық. Мен саған гүл сыйлаймын, ал сен маған шапалақ шыққан екен бетімнен. Болды, сыйлықтар болды. Осымен сыйлық аяқталды. Мына өзіміздікі просто жаңа сыймай алған. Мынаны бермейсіздер ғой сіздер, жүз. Жақсы, енді барға қанағат дейміз енді. Ана iPhone, фотоаппараттар жақсы. Жоқ, ондай баласың ғой өзіңе. Бұл жігіттердің барлығы қазір біздің жанымызда. Руслан мен Баянды бүгінгі осы КТК-да Қабатов бағдарламасы, Астана қаласы көңіл тапқырлар театры әзіл әлемінің редакторлары, қошемет шапалақтарыңыз. Редакторлары, сценаристері Бақытжан Бибаев, міне ол негізі архитектура бітірген, сәулет өнерін бітірген, керемет художник. Біздің театрымызда художник, және де осы КТК-да Қабатов бағдарламасының художнигі, мына бір экранда тұрған барлық сурет осы Бақытжанның жұмысы. Дәулет Бекмағамбетов бұл қазір КВН алыс кеткен жоқ. Қазір осы Жайдарманда режиссер қызметін атқарып жатыр, ал қарым-қатынасымыз өте жақсы. Ой, рахмет. Енді бағана кіріп келгенде құшақтасып амандасасыңдар, байрақ қастарында жүргенде. Өмірде болған бір қызықты сәттеріңізді бір еске алып кетсеңіздер. 2001 жылы Поле чудес деген осы қонақ үйінде жатқанбыз, КВН-ға келгенбіз. Содан кетер күннің алдында ақшамызды ұрлатып алдық. Түк ақшамыз жоқ, қайтып бара жатырмыз. Қайта билет алып қойғанбыз. Билет пойызға міндік. Содан кейін қалтамызды тексереміз ғой, бүйтіп шығарамыз. Біреуден 20 теңге шығады, біреуден 100 теңге шығады. Енді сол жер Дәулетмен жалғастырып жіберейінші. Ол кезде бүкіл университет ақша береді, ол бір адамда жүреді, сол адам жоғалтып алып тұр ғой енді. Сөйтіп бір кезде бір станцияға келдік, жігіттердің барлығы жаңа бар қалтадағы ақшаға 5 штук мант алған екен. Командада 12 адам. Дәулет оятып жүр, мынандай бір қолында бір жаңа подносы бар. Соның үстінде бір манты тұр, бір жарты манты тұр. Сонда бәріне бір мантыны екіге бөлгенде,
бір мантыны екіге бөлген, и мен ұйықтап жатырмын ғой. Пойыз кетіп бара жатыр. Кәдімгі бір баяғы бір эшелонмен кетіп бара жатқан секілді көз алдымда. Бүйтіп көзімді ашсам, Дәулет бүйтеді, Тұрсынбек, манты алдық дейді. Қуанып кеттім. Ақша табылды ма деп жаңағы. Біреудің бәрін тық қойған шығар байқамай. Ат тұрсам жаңағы жарты мантыды. Мә, Тұрсынбек, мына жарты манты сен портсең дейді. Оны күліп айтып тұрған жоқ, кәм серьезно кәм. Мен де оны кәм серьезно қабылдап, өйткені не істейсің? Жарты мантыны алдында кәдімгідей аузың ашайып жұтқың келмейді де шайнай бересің. Искеп отырғың келе ма? Сол искеп отырғың келеді. Сол күнді сөйтіп не керек? Астанаға жетіппіз. Астанадан достарымыз қарсылап алып, ар жағында кафеге бардық қой, қарнымызды тойдырдық. Бірақ сол кездер әлі көз алдымыздан кетпейді. Сол күндері таңның атысы, кештің батысы бірге жүріп, бірге дайындалған, міне бірге жүрген жігіттер. Тұрсынбек, ау, бір қыздармен танысайын деп едім, сенің кішкене опытың бар ғой қыздармен танысу. Бір қаланың қызына барайын ба, жоқ әлде ауылдың қызына барайын ба, білмей жүрмін да, айтып жіберші. мен саған енді ақылымды айтайын, енді қаланың қызына барсаң, олардың сұрағы көп. Үйің бар ма, машинаң бар ма, папаң қайда істейді, мамаң қайда істейді, өзің қайда істейсің, зарплатаң қанша, папаң зарплатасы қанша, мамаң зарплатасы. Одан да ауылдың қызына бар. Рахат бірақ нәрсе сұрайды, үйто кешке қарай келіп. Ағай, ау, сіздерде бөтен қой бар ма? Вот міне. Келе жатсам бір қыз тұр да, барып қасына барып танысайын деп телефон алды да орысша сөйлесіп тұр. Білесің ғой, мен орысша білмеймін, дұрыс сөйлесе алмаймын. Сен Россияға барып орысша жақсы білесің ғой, кішкене аударып көмектесіп берші. Маған тілім жетпей тұр орысшаға. Мына қыз ба? Иә, мына қыз ғой. Шаш жоқ қой. Ештеңе етпейді, бірдеңе қыламыз ғой. Мен шашына қарайын деп тұрған жоқпын. Жақсы. Не дейін? Привет деші. Привет деймін. Иә, привет деп көрші. Жарас жеңіл ғой. Привет. Привет. Привет дейді. Привет дей ма? Иә, привет. Бағанадан бері жарты сағаттай тұрмын, мен шыны керек бар ғой, сен күт маған. Жақынырақ таныссақ қарсы емес пе екен былай? Сөйтіп айтайын ба? Жарты сағат болды уже тұрғанымызға. Девушка, мы здесь уже полчаса стоим. Может, поближе там познакомимся? Ну, давайте познакомимся. Давай дейді. Қарсы емес па не? Қарсы емес? Мә күшті ғой. Қазір біз енді жақынырақ танысып жатсақ, қолынан ұстап жатсам, мүмкін бетінен сүйет шығар, сен маған кедергі істемейсің ба? Девушка, знаете, мы сейчас будем вот за руку будем держать. Ну, понимаешь, ты нам мешать не будешь? Да я не поняла, вы будете за руку держаться, а я буду мешать? Қас сонда сендер қолдарынан ұстасасыңдар, бір-бірімен сонда мен сендер кедергі істеймін ба? Енді түсінсейші енді айналайын. Қыз мен жігіттің ақырында мен қазір қолынан ұстаймын. Бетінен сүйет шығарып кедергі істейсің Ну, ғой. пойми, конечно, мы сейчас как-то будем за руку держать, но все равно, что ты нам будешь мешать. Я буду мешать? Мен сендерге кедергі істеймін ба? Иә, сен ғой енді кедергі істейді. Конечно, ты, не я же. Я буду вам мешать, вы будете... Мен ба сендерге кедергі жасайды? Ой, енді мен ғой айналайын. Сен ғой, конечно. Ты же, конечно. Да пошел ты, блин! Да кетші бар вообще. Қыз да кел, қыз да кел. Әке, мен өшірде тұрып жалғастыра берейін. Болды. Құрметті көрермендер, сіздер КТК-да Қабатов бағдарламасын көріп отырсыздар. Ойлап қалмаңыздар, енді мен жүргізіп жатқасын не қылып жүр деп. Ал енді біз әрі қарай тағы да жалғастырайық, бізге тағы да бір қонақ келіп тұр. Қазақстан Республикасының эстрада жұлдызы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасының азаматы, Музарт тобының әншісі, Тұрсынбектің досы, өнердегі ағасы Сәкен Майғазиев. Енді сыйлығыңызды көрсек, мен енді өзім сыйлық жақсы көретін адам. Екеуін ала келмедіңіз ба дегенім ғой. Кәдімгідей. Қошеметтеріңіз. Сәкен аға. Рахмет. Шын жүректен. Қанат, енді бұның сыйлауының себебін айтып берейін, мен ренжімесеңдер. Көзі мүлдем жұмылмайды, өздеріңіз байқап отырсыздар. Тұрсынбек күні-түні ұйықтамайды. Тәулік бойы жүре беретін азамат, өздеріңіз білесіздер. КТК-ны қоссаң Тұрсынбек, басқа арнаны қоссаң Тұрсынбек. Түнде ұйықтап жатсаң түсіңде Тұрсынбекті көресің. Әсіресе ән сапарда жүрген кезде Тұрсынбек шынымен ұйықтамайтын. Таңға жуық жатамыз, енді жастық шақ, қонақ жай халқымыз бізді ұйықтатпайды, Аллаға шүкір. Таңертең таңғы асқа тұрсаң, Тұрсынбек әлі жатқан жоқпын деп бодырып жүреді. Сосын енді ешқашан көзі жұмылмасын, күш қуаты бойынан кетпесін, мөлдір екеуі көп баланың ата-анасы болсын, тынбай қазақ халқы үшін еңбек ете бер деген ниетпен осы. Ой, рахмет. Ой, бәрекелді. Қошеметтеріңіз.
мен бағанада сыйлықтың сыртын көріп о деп ішім өй деген тұрған шақта ойлайсың. жоқ ішінде сыйлықтың өз мағынасы қандай Мағынасы екенін, мықты екен. мағынасы. Мен енді сіздерге айтып берейін, құрметті достар, құрметті көрермендер, студияда тұрған көрермендеріміз бар. Мен шынымды айтсам 2006 жылы осы филармонияда істеп жүрмін, Астана қаласының мемлекеттік филармониясында концерт жүргізіп жүрдім. Сол уақытта осында Абай атындағы опера театрына келдік, балет театрына концертпен. Бір кезде маған біреу айтады шығып, сен сахнада сыртта Мейрамбек пен Сәкен шақырып тұр дейді. Мен де шынымды айтсам бар ғой, былай айтқанда прикол ұстап тұр екен деп ойладым. Ойлаған жоқсыз ол. Мен Сәкен мен Мейрамбек шақырып тұр деген мен шынымды айтсам ойлаған жоқ. Музарт тобы деген енді ойбай-ау, енді сөз аузымды толтырып айта алмаймын енді сөз толтырып. Бір кезде қойшы деп жаңа неғып шынымен де Мейрамбек пен Сәкен келіп тұр деймін, баршы деп еще ана жерде көргендер бар екен. Иә, сыртта Мейрамбек пен Сәкен тұр дейді. Өзі таңғалып қалдым, не үшін келіп тұр маған деген секілді. Сыртқа шықсам жаңа Мейрамбек пен Сәкен тұр, қалайсың Тұрсынбек, денсаулық қалай деп. Мен өзім дір-дір етіп, қолдарын алып, ризалығым соншалық қуаныштан эмоциямды қалай білдірерін білмей тұр, мен сөйлей алмай. Иә деп. Енді маған айтады, осы концертімізді жүргізесің бе дейді. Музарттың концертін жүргіземін бе? Ана жерде иә дерін білмеймін, жоқ дерім. Еще маған айтады, сен концерт жүргізгенге қанша аласың дейді да. Мен ол кезде концерт құлақ қаласадым ол кезде. Мен ойлап ішімнен ойлаймын, оказывается концерт жүргізгенге ақша алады екен ғой деп жаңағы. Сөйтіп алғашқы болып жаңа гастрольге шықтым. Сахнаға шығып, жаңағы әзілдерімді айтып жатсам, енді Музарттың көрермендері енді біздің көрерменіміз секілді жастар болған жоқ қой біздің КВН сахнасы. Үлкен байзалды енді үлкен аға жеңгелер, апаларымыз күлкі әзілге күліп жатыр да кәдімгі. Ona күлген сайын мен одан сайын әзілімді айтып жаңа ашылып Сәкен мен Мейрамбек ой молодец деп Музарт тобы деп хабарлап өзіме сенбей жүрмін ғой жаңа. Сөйтсем жаңа артынан күтіп жүрген жігіттер бар жаңағы кейбір үлкен ағалар сол өңірдің Музарт тобын қонаққа шақырады, қасына ілесіп барамыз енді. Сол кезде ой Тұрсынбек әзіл жақсы екен деп жігіттер айтады. Иә Тұрсынбектің әзілі жақсы деп. Мен сол кезде жайлап жүріп концерт күннен күнге гастроль кетіп жатыр. Сосын бұл бір гастрольдің соңына қарай Мейрамбек Сәкен бәріміз дастархан басып отырған кезде маған айтады да жаңа Мейрамбек Сәкен, саған концерт беруге болады екен ғой дейді. Таңғалып қалдым, қалай концерт беруге болады? Ешменде концерт беруге болады екен саған. Енді 5-6 әзілің жаңа сен байқап отырсақ 3-4 әзілің бар. Енді 1-2-ін жазсаң ар жағында әншілер бар, не бар, сонымен концерт беруге болады деп. Сол концерт беруге болады деген менің ойымда тың етіп қалып қойды да, содан бері әзілдер жинақта бастадым. Содан кейін барып кішкене шынымды айтсам, расымен де үлкен сахнаға шығуға болады екен деп. Енді Музарт айтқаннан кейін болды ғой, сенуге болады ғой енді. Кімнен сұрайсың басқа? 2006-2007-те Музартпен жүрдім, 2008 дайындалып, 2009-дың басында енді 2008-дің аяғы, 2009-дың басында алғашқы концертімді берген болатын Бейбітшілік және келісім сарайына. Сол менің осы үлкен алғашқы сахнаға шығуыма үлкен бір себепкер болған, үлкен бір ой тастаған, идея тастаған осы Музарт тобының жігіттеріне мен алғысымды білдіремін. Рахмет. Мінекей бүгін туғаныңыз жатыр, 35 жас дейді. Осы үлкен сахнаға неше жасыңызда келдіңіз негізі? Мен енді үлкен сахнаға неше жасымда келген, шынымды айтайын, 20 жасымда келдім. 20 жасыңызда? 20 жасымда келдім. Алғашқы мен осы Орал қаласында жүрген кезімде Даладарындар деген байқауға қатысқан болатын. Сол кезде мен саған бір көп көрермендер біле бермейді. Құпия болған осы күнге дейін. Мен негіз бұрын ән айтқам. Әнші болдыңыз ба? Әнші болған. Қошемет шапалақ ұрып отырыңыздар бұрынғы әнші. Расымен де бірінші мен әнші болып жүргем, ауылда да ән айтып жүргем, аудандық сахнада ән айтып жүрдім, мына Жалпақтал, Ақпатер ауылында. Содан кейін Оралға келгеннен кейін жаңағы Даладарындар деген байқау болып жатыр екен. Әншілер және бишілер және эстрадный разговорный жанр деп қойған екен. Соны мен барып сұрадым ғой, жаңағы әншілердің тізімін қарасам, 70-тен астам 80-ге жақын әнші тұр. Бишілер жаңағы есімде жоқ. Ал эстрадный разговорный жанрда 4 адам тұр екен. 4 адам. Сосын ішімде ой болды. Мен өзім сахнада ән айтып жүрген кезде кішкене бір пародиялар салатынмын, оркестрларға, Индияның жаңағы актерларына. Содан кейін ойладым, әнші болып мен 74-ші орын алғанша, одан да эстрадный разговорный жанрға қатысып, 5-ші орын алайын. Ол да әйтеуір 5 адам ғой деген. Иә, 5 адам әйтеуір 5-ші болып тұра қалайын, кім біледі деп жаңа. Эстрадный разговорный жанр не деп сұрасам, сол кезде мен әлі есімде, ол кісінің өздері де білмейді. Маған айтады, енді бір эстрада деп тұр енді бұл жерде. Енді бұл жерде разговорный жанр деп тұр енді. Менің ойымша, сол бір сөздің айналасы ғой, бір андай бір проза ма екен, монолог па екен. Енді бір әңгіме болса айта берші дейді. Өздері жатқан адам өздері де білмейді. Астанадан келген ғой өйткені эстрадный разговорный жанр деп. Өздері де түсініп тұрған жоқ. Сосын алдында сөйтсе менің алдымда 4-еуі де шынымен де прозалар оқып тұр. Проза оқып тұр. Мен шықтым да жаңағы молодец Мырзабаев. Экзамен тапсырып отырған студент болайын дедім де, өзімді жаңа мұғалім қылдым. Өзім сол студент болдым. 2 адамның рөлін өзім ойнап, 2 жаққа қарап, сосын біреудің фамилиясы керек болды. Алдында Қабатов десем
ол кезде ұялдым енді шынымды айтсам. Иә. Молодец Қабатов деген, алдында Мырзабаев деп қойдым. Біртүрлі енді жақсы бір звучит дейді ғой енді, жақсы үні жақсы. Молодец Мырзабаев деген жақсы секілді болды да. Содан сахнаға сол даладарында қатыстым, бірінші орын алып кеттім. Оралда жүріп. Оралда жүріп бірінші орын алдым. Құттықтаймын, құттықтап Содан қойшы. Ол кезде бола алмадым да. ол кезде бола алмадың ғой сен, рахмет. Сосын не керек? Орал қаласына, Астана қаласына келдім, шабытқа қатыстым. Одан ары қарай білесіздер. Ал енді молодец Мырзабаев деген әзіліңізді енді көптеген көрермендеріміз де көрді, тіпті жаттамағандар да бар шығар. Бірақ енді бүгін көрмегендер, тіпті ұмытып қалғандар да бар арасында. Бір еске түсіріп, бағанадан бері біздің жігіттер келіп әзіл айтып отырсыз. Енді бұл қанат, бұл әзілде Өзіңіз пародия айтсақ деген жанры ғой ішінде біз көп. кәдімгі. Енді даусым жетсе көрейін, бірақ бәрібір бұрынғыдай болмайды ау деп ойлаймын. Енді көріңіз сонда да. Енді ол деген енді 20 жасында орындаған әзілім, қазір 35-темін, 15 жыл өтіп кетті. Ол кездегі бойдақ Тұрсынбек, қазір 4 баланың әкесі Тұрсынбек деген. Көрейін, даусым жеткенше, кейбір жерлер келмей жатса түсінетін шығар деп ойлаймын. Рахмет. Қошемет шапалақтарыңыз Тұрсынбек Қабатов, молодец Мырзабаевпен. Ассалаумағалейкум, мұғалім. Қалыңыз қалай, жақсы ма? Мұғалім. Мұғалім, ассалаумағалейкум. Не болды соншама айқайлап? Кімсің сен? Мәссаған мұғалім, мен танымай қалдыңыз ба не? Мен танымай қалдыңыз ба? Қайдан танайын сен, айналайын? Біздің университетте 3000 студент бар. Не солардың бәрін таниды дейсің ба? Мәссаған ағай, менше жылына 120 мың төлеп тұратын. Экзамен сайын 60 мың төлеп тұратын. Мырзабаев. Яғай, Мырзабаев, ай, молодец, Мырзабаев, нағып келдің сен, ай, нағып келдің. Тек просто ағай, өт баратыр соғып кетейін деп, сізді бір көріп кетейін деп, просто келдім ағай. Енді келіп қалған екенсің енді бір экзамен тапсырып кетсейші. Тапсырсам тапсырайын ағай, бәрібір екі алмаймын ғой, несіне қорқам. Молодец, ай, уверенно өзіне бар ғой, прямо, уверенно. Конечно, әке шешесі ақшасы төлеп тұрғасын. Тапсырайын бағай, давай тапсыр ал, тапсыр. Қандай сабақ дейік? Мысал саған бір жеңіл сұрақ қояйын, ән сабағы дейік. Ән сабағы, сен маған мына сұраққа жауап берші, Мырзабаев. Қазақ, орыс, ағылшын әндерінде қандай айырмашылық бар? Ешқандай айырмашылық жоқ ағай. Қалай сонда айырмашылық жоқ? Мысалы мына қараңыз, орыстың мына әнін алсақ, я тебя люблю, честно говорю деген. Осыны қазақшаға аударсақ, мен сені сүйем, жаным шын айтам. Ағылшынға аударсақ, I'm blue, да-буди деген. Әндерінде ешқандай айырмашылық жоқ ағай. Тек сөздерінде айырмашылық бар, әнде айырмашылық жоқ деп білем. Ой, молодец, Мырзабаев. Ай, сен білмеймін дейсің, сен бәрін біледі екенсің ғой. Тағандай өнерің бар. О, аға сізге тәжік болайын ба, тәжік? Пожалуйста, тәжік бол. Тусар бинози, бархан бинози, ей санам. Тусар бинози, бархан бинози, ей санам. Ей сана деп тәжік қоймақ. Татар болайыншы ағай одан да. Татардың керемет әні бар. Оң қолымда 5 саусақ, сол қолымда 5 саусақ. Екеуінде қосылар болсақ, болады екен 10 саусақ. Оң аяғым 5 ашпай, сол аяғым 5 ашпай. Екеуінде қосылар болсақ, болады екен 10 ашпай дейді ағай. Ай, молодец, Мырзабаев, молодец. Тағандай өнерің бар. Айт шал бүгін, төгілші бір. Айтайын ба ағай? О, Индия болайын ба ағай? Индия. Пожалуйста, болайын. Индия. I am a disco dancer. Atkumam, hey kimbam, hey come on, hey ha. I am a disco dancer. Осылай болады ағай. Ой, молодец, Мырзабаев. Молодец. Тағандай, қырғыз болайын ба ағай, қырғыз. Молодец бол. Қырғызда бір Манас деген батыр болғанда, өзі мощный болған болып тұр ағай. Жалғыз өзі жауға шауып кетірген кезде, оны солдаттар көрсе бұрылып алып қашып кетеді екен. Соған бір Манас батыр туралы бір ән жазған екен.
Hay Manaş Батыр келеді, Манаш Батыр келеді, Манаш Батыр келеді, бәрі қашып кетеді деген. Осындай бір тамаша ән басы ғой, оны айта берсем таң атады, дастан ғой ол тұрған. Ой, молодец, Мырзабаев, молодец. Ағай, енді неше қоясыз ағай? Мен саған неше қояйын? Одан да мен саған Мырзабаев үлкен 4 қояйын. Ағай, үлкен 4 қойғанша бір сүмірейіп тұрған 5 қоясыз ба ағай? Болмайды олай Мырзабаев, болмайды. Онда ағай бір сұрақ қойшы, болды кетем ағай. Вот молодец Мырзабаев. Міне көрдіңдер ме? Мырзабаевтан үлгі алыңдар. 5-ке толтырып тастаймын дейді. Жақсы, онда маған бір сұраққа жауап бер. Адам баласы неден жаратылды? Адам баласы неден жаратылды? Біз қазақтар маймылдан жаратылдық ағай. Енді жалғыз қазақтар емес қой маймылдан жаратылған. Жалғыз қазақтар маймылдан жаратылды. Қалай сонда? Мысалы, грузиндер шимпанзеден жаратылды. Армяндар обезьяннан жаратылды. Орыстар горилладан, біз қазақ маймылдан. Қалай бұл сонда? Мысалы былай. Грузиндерде шимпанзе, кикабадзе, шыбырнадзе, миладзе. Армяндарда обезьян, армян, акапян, петросян деп кете береді. Орыстарда горилла, Марина, Людмила, Ирина. Ал қазақтарда бізде маймыл, айгүл, айнагүл, жайнагүл деп кете береді ағай. Ой, молодец Мырзабаев. 5. Боссың, молодец. Ағай, тағы бір сұрақ қойыңызшы. Экзамен тапсырған жақсы екен ағай. Айналайын, енді 5-тен артық баға жоқ, енді барсаңшы енді. Ағай, бір сұрақ қойыңызшы, болды ал. Айналайын, баршы енді. Аға, бір сұрақ қойың, баршы енді. Жақсы ағай, пока, чау. Пока, чау. Рахмет. Ярослав екеуміздің жақсы көретін әзіліміз автобуста болған оқиға. Бір ауылдағы автобус. Маршрутка деген. Маршрутка в ауле, друзья. Ай балам, ай балам. Жүрейік енді 3 күн болдығы отырғанымызға. Апа, я вам уже 100 раз говорил, пока маршрутка не наполнится вся, мы никуда не поедем. Ай, сынок, мен де саған уже 100 раз повторяю. Я в этом ауле один живу, Дим. Жақсы. Екінші әзіліміз, давай, на случай базаре, да, покажем. Давайте базар. Базарда болған оқиға. Қарбыздары май, пияздары май, картопшкалары май. Кетіндер, кетіндер, қашан өтесіндер, қашан өтесіндер. Пум-пум, баклажан, морковь, картошка. Кешіріңіз. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Иә, сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Иә, сәлематсыз. Жақында. Ой, айналайын, қазақша сөйлеп тұрған түріңнен сол. Сәлематсың ба? Сәлематсың ба? Сәлематсыз. Не аласың? Не аласың? Маған 2 кило пияз беріңізші. 2 кило пияз? Ойбай-ау, сенің мынандай қазақша сөйлеп тұрғаныңа 2 килосын нез? 5 килограмм пияз берем саған. Ай, жарайсың, кейбір қазақтың жігіттері сөйлемейтін қазақшаны мына бір орыстың баласы сөйлеп тұрғанға қалай 2 килограмм? 5 килограмм пияз міне саған. Ой, рахмет. 5 килограмм пияз. Ақшасы да керек жоқ, айналайын. Ой, рахмет. Керек емес, рахмет. Аман бол, айналайын. Рахмет. Міне нағыз осы. Міне бәрі осылай қазақша сөйлесе қандай керемет деймін да міне. Я извиняюсь, вы не подскажете, как на казахском будет мясо, а то я лук уже 2 недели ем, надоело, ну серьезно. Ой, бой, шырақ бол. Жақсы, жалғастырамыз. Көшеде, таксиде болған оқиға, в случае... Ладно, түсіндік қой. Таксиде болған оқиға. Жүркет. Ассалаумалейкум, брат. Ау, алейкум салам. Брат, ана университеттен жетіспейсіз ба? Университеттен. Да, поехали, садись как раз по пути. Сколько будет? 500. Брат. 500 тут. Брат. 500. Брат. Брат. Здесь. Брат, давай 400, брат. Как 400? Брат. 500. Ладно, давай, садись, О, 400. спасибо, брат. Все равно по пути. По пути мане. Я по пути, ой. Брат. Ау. Брат. Давай за 300. Брат. По пути губер, брат. 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 Я же... Да я ж тебе уже скинул. Брат, 300. Да что, брат, да все я тебе уже скинул. Да какие 300? Брат. Здесь постоянно
ешь здесь 500, 400 тысяч. Да ладно, все, не мычи только, 300, ладно. О, рахмет, брат. Брат, Что? почти келдік қой, давай 200 тенге. Да а? какие 200, ты что? Брат. Какие 200? Я тебе... Брат. Да что ты... Брат, 200 тенге, студент. Я тебе сначала 500, 400, 300, потом ты мне сейчас 200 говоришь. Да перестань какие-то... Да что ты мучишь мне, брат, на всю машину уже поставил. Ладно, 200, ладно. О, рахмет, брат. Давай 200. Приехали. Брат, Что? брат. Уж приехали, дед. Ну? Давай бесплатно, а, брат. Как бесплатно? Брат. Ты в своем уме? Да что ты, брат, ты в своем? Как бесплатно? Мы сюда ехали 500, 300, 400. Ты постоянно скидывал, теперь я тебе... Да что, брат? Да что ты поешь мне на всю машину? Выходи из машины, ладно, бесплатно, ладно. О, рахмет, брат. Брат, Что? Да что? 500 тенге дай, а, брат. Да, осындай оқиғалар болған. Достар, жалғастырамыз. У меня есть тебе еще немножко вопросов. Вот, Ну ладно, давай. Я был на казахском тое недавно. Вот Ага. слово кудалар. Что значит кудалар? А құдалар это, знаешь, уже родственники, можно Уже сказать. родственники. Да, уже родственники. А беташар что такое? Беташар это ограбление родственников. Ограбление. А что такое тос кагысу? Төс қағысу это битва титанов. А, это битва... Ага, хорошо. А что такое саркыт? Сарқыт это халява. А тойбастар? А нет, вот это халява. Хорошо, запомнил. Скажи, а бата значит, что значит первый раз бата? Бата это в начале свадьбы дают. Бата это можно кушать деген сөз. Ага, а второй раз бата? Второй раз уже хватит кушать деген Ага, сөз. ханат, значит второй бата. Хватит кушать дейсіз. Хватит Ярослав кушать. Белехин, достар. Турсунбек Хабада.